Арман баспасы бойынша 5-ші сыныптың қазақ тілі пәні 8-ші бөлімнің 61-ші сабағы бағып қағуда көп мағына бар тақырыбына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырма: мәтінді рөлге бөліп оқыңдар, негізгі ойды анықтаңдар. Енді парталас екі оқушы мәтінді рөлге бөліп оқиды. Негізгі ойды сіздермен бірге анықтайық. Мәтінде баланың мінезі мен тәрбиесінің ағаштың өсуіне ұқсатылатыны туралы ғибратты ой айтылады. Атасы балаға бағы күтімсіз ағаш кесік болып өсетіні сияқты, адамды дұрыс тәрбие алмаса, оның мінезі мен өмірі дұрыс қалыптаспайтынын түсіндіреді. Егер адам өзін тәрбиелеп, жақсы қасиеттерді бойына сіңірсе, түзу, өнегелі, тәртіпті тұлға бола алады. Яғни мәтіннің негізгі ойы адамның мінез құлқы мен болашағы оның алған тәрбиесіне байланысты. Тәрбиелі адам түзу өскен ағаш сияқты, ал дұрыс бағытталмаған жан қисық біткен ағашқа ұқсайды. Және де мәтін бойынша біз мынадай сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бала мінезінің қалыптасуына отбасында берілетін тәлім-тәрбиенің қандай маңызы бар? Отбасындағы тәрбие баланың болашақтағы мінез құлқының, әдеттері мен өмірлік ұстанымдарының негізі. Ата-ана баланы кішкентай кезінен мейірімділікке, еңбекқорлыққа, адалдыққа бауласа, ол жақсы мінезді болып өседі. Керісінше, балаға дұрыс тәрбие берілмесе, ол жауапкершіліктен қашатын, ерке, өзімшіл, тіпті теріс әрекеттерге бейім адам болып қалыптасуы мүмкін. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы түзік кісі болып өсерсің деген сөзді қалай түсінесіңдер? Бұл сөздің мағынасы: адам дұрыс бағыт алып, жақсы істерге бейімделсе, түзу мінезді, тәрбиелі тұлға болып өседі. Адам өмірде қателесуі мүмкін, бірақ сол қателіктерді түзетуге, сабақ алуға тырысуы керек. Егер бала ата-анасының, үлкендердің ақылын тыңдап, пайдалы істермен айналысса, болашақта үлгілі азамат болып қалыптасады. Бағусыз бетімен кету дегенді қалай түсінесіңдер? Өз сөздерімен айтып беріңдер. Бағусыз бетімен кету адамның ешқандай бақылаусыз, тәрбиесіз өсуін білдіреді. Егер балаға ешкім дұрыс бағыт көрсетпесе, оның іс-әрекеттері бақылаусыз қалса, ол жаман әдеттерге бой алдырып, теріс жолға түсуі мүмкін. Бұл ағашты күтпей, қараусыз қалдырған сияқты, ол қисық өсіп, өздігінен түзеле алмайды. Сол себепті әр адамға дұрыс тәрбие мен бағыт қажет. Екінші тапсырма: қоңыр тобының орындауындағы бесік жырын тыңдап, балаға алғашқы тәрбие бесік жырымен берілетіні туралы ой түйіңдер. Баланың бесік жырын естіп өсуі қаншалықты маңызды? Балаға алғашқы тәрбие бесік жыры арқылы беріледі. Бесік жыры ананың мейірімі мен махаббатының, халықтың даналығы мен тәрбиесінің алғашқы көрінісі. Анасы бесік тербетіп отырып, баласына тілек айтып, жылы сөздерін арнайды, мейірімін төгеді. Бұл баланың психологиясына, мінезінің қалыптасуына үлкен әсер етеді. Бесік жырының маңыздылығы: балаға жылулық береді. Ананың үні мен жылы сөздері нәрестенің тыныш ұйықтауына, өзін қауіпсіз сезінуіне көмектеседі. Және бала бесік жырының ырғағын естіп, ана тілін бойына сіңіреді. Сондай-ақ бесік жырында ерлікке, еңбекке баулу секілді тәрбиелік мән бар. Қазіргі таңда кейбір ата-аналар бесік жырын айтуды ұмытып барады, бірақ бұл дәстүрді қайта жаңғырту маңызды. Себебі бесік жыры баланың рухани тәрбиесінің бастауы. Егер әр ана баласына бесік жырын айтып өсірсе, бала қазаққа тәрбие алып, мейірімді, жан-жақты болып жетіледі. Үшінші тапсырма: мәтіннен тірек сөздерді анықтап, сан есімдермен тіркестіріп жазыңдар. Мәтін бойынша тірек сөздер: ағаш, бау-бақша, қисық бұтақ, тәрбиелі адам, бағу, қағу, түзу жол, ғибрат, пайдалы іс. 1 ағаш, 2 қисық бұтақ, 3 пайдалы іс, 4 тәрбиелі адам, 5 бау-бақша, 6 ғибрат, 7 пайдалы іс деп есептік сан есімдерді тіркестіреміз. Төртінші тапсырма: оқылым мәтініндегі сан есімдерді анықтап, құрамына қарай талдаңдар. Сан есімнің басқа мағыналық түрлерін жасауға негіз болған есептік сан есімдерді анықтаңдар.
бір әдемі күнінде деген сөз тіркесінде бір деген есептік сан есім тіркеседі, бір төре дегенде бір деген есептік сан есім, екеуі жинақтық сан есім, біреуі жинақтық сан есім. Бесінші тапсырма еркін микрофон әдісімен тәрбиедегі үлкендердің рөлі тақырыбында сұхбат жүргізіңдер. Бізде енді үлгі берілген кітапта дәл сол үлгіні негізге ала отырып, немесе дәл сол үлгінің үлгі бойынша өзіміз тәрбиедегі үлкендердің рөлі деген тақырыпта сұхбат жүргізіп көрейік. Сенің ойыңша үлкендердің берген тәрбиесі адамның болашағына қалай ықпал етеді? Меніңше, олар біздің қандай адам болатынымызды анықтайды. Мысалы, ата-әжеміз бізге мейірімділік, адалдық, еңбекқорлық секілді қасиеттерді үйретеді. Дұрыс айтасың, кейде олар өз өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, дұрыс жолды көрсету арқылы бізді көптеген қателіктерден сақтайды. Иә, ақылды қария ағып жатқан дария деген сөз бекер айтылмаған. Ата-әжеміздің, ата-анамыздың ақылын тыңдап өскен бала өмірде жолын таба алады деп ойлаймын. 6-шы тапсырма. Қосымша әдебиеттерден тәлім-тәрбиеге байланысты мақал-мәтелдерді тауып жазып, құрамындағы сан атауларын есептік сан есімге айналдырыңдар. Жеті атасын білгеннер жеті жұрттың қамын жер. Бұл жерде жеті деген есептік сан есім кездеседі. Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос болмас. Бұл жерде екі деген есептік сан есім кездеседі. Балаға 5 жасқа дейін патшадай қара, 15 жасқа дейін құлдай жұмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сыйла. 5-15 деген бізде есептік сан есімдер кездесті. Мың күндік құрметтен бір күндік абырой артық. 1001 деген бізде есептік сан есімдер кездесті.